Сәлем достар. Сәлем. Біздің каналға қош келдіңіздер. Бізде уже құлап қалып еді, мыналар күліп жатыр ғой. Мына жерде жастықтар, сол жастыққа сүріп қалдым. Бізде уже түн болды. Бірақ түнде бұлар ұйықтамай жатыр, өйткені не істегілерін деп жатыр. Сурет салғылар келіп жатыр. Міне мен кеше осындай сказка алып бердімін. Осы сказканы оқып бер дейді, менің әлі қолым босамай жатыр. Жартысын оқыдым, жартысын қазір оқып беремін енді қыздарға. Сосын осындай раскраска алдық. Сіздерге айтпақшы көрсеткен жоқпыз. Көрсеттік па? Көрсетпедік па? Көрсеткен жоқпыз достарымызға, иә? Давайте раскраскамызды көрсетейік сіздерге. Еще қыздар сурет саламыз дейді түнде. Сосын мынаған қалам салғысы кеп тұр. Аннулік мынаны қырқып берші дейді. Ішінде қалам бойы көрінбей қалды. Сол үшін Аякоштың үйшігін қырқып тастаймыз. Кімнің есінде осы үйшікті жасағанымыз? Ей, қой, Алихан, қойсай, балам. Осы үйшікті жасағанымыз кімнің есінде? Қандай видео еді? Міне, мыналардың барлығын алып, біз жұмыс жасай деп жатыр. Давай мен бірінші раскраскілерді көрсетейін. Аннуліктің раскраскасы вообще күшті ғой. Мына светті өшіріп қойса қалай болады екен? Ананы ше бір неге қойып қойсай, Жомарт. Ойбай. Ананы ше. Аннулік. Жомарт деппін ғой. Көзді ауыртып жібереді аты. Ал, давай, Аякош, сенің раскраскыңнен бастап көрсетейік, иә? Осындай ерте кітап алдық. Аннулік пен Аякошқа. Кеше светті алған жерден алдым. Күшті кітаптар сатып тұр екен. Кітап, раскраска көрсем бірден алам ғой қыздарға. Бұл орысша, енді орысша әдейі алдым. Нағыз оқып, кішкене тілі жаттықсын деп. Іші деген суреттер әдемі, қанық. Мына ертегіні ғой маған оқып бер дейді. Мен басын бастадым да. Бұл ертегіміз? Жаңағы жеті гном деген, е? Басын бастадым да, әлі аяқтаған жоқпын. Уақытым болмай жатыр. Сонымен қазір қыздар мені ұйықтатпай жатыр. Ертегіні оқып бер деп. Бұл орысша. Бізде Айкоси орысша түсінбейді. Сол үшін сразу қазақшаға аударып беремін. Міне Аякош, суретті қараш. Ертеде осындай сып-сылу хан патшайым, бұл патшайым терезеге қарап қыстың ортасында осындай кесте тоқып отырады екен. Терезеге қарап қарларды тамашалап отқан кезде міне қара қолын тіліп алады. Көрдің ба? Аяна мына қара қолын тіліп алып, қолынан қан ағып жатыр. Сөйтіп ол қолын жаралап алады да, байқамай. Сөйтіп қолынан қан ағады, міне өстіп қан ағып жатыр. Ол қардың үстіне тамшылайды. Үш тамшы ма? Әппақ қардың үстіне 3 тамшы қан тамшылайды. Міне Аннулік кішкене түсінеді орысша оқып шамалы. Айкоси түсінбейді орысша, сол үшін осылай қазақша аударып беремін. Аннуліктің раскраскасы күшті деп қоймайды дейсің ғой. Айнада мен көрініп қалдым. О, сәлем. Ал мен қазір Аякоштың раскраскасын көрсетемін. Давай, Аякош көрсетейін ба? Басынан бастап көрсетші өзің. Большая раскраска дейді, осындай үлкен раскраска. И бұл не? Піл ғой. Осы суреттерді мұнан тауып, бұлай домалақта дейді. Мына суреті қай жері мынау пілдің? Бірінші өзің қалағандай бояуын керек. Хорошо? Бояйсың өшім. Күшті бояпсың ғой, молодец. Ұнайма саған раскраска? Неше түрлі раскраска. Неше түрлі. Мына Шаян деген вообще красавчик Шаян екен ғой, е? Мына суреттері деген енді күшті. Вау, наклейка. Ең жақсы көреді жұмысы ғой қыздардың наклейка, е? Бірақ менің раскраскамда наклейка жоқ. Өткені сенікі үлкен раскраска, уже үлкен қыздар, сен сияқты қыздар жұмыс жасайды. Наларды кішкентай. Наларды Аякош сияқты төрттегі қыздар. Мынау сен суретті бояйсың, содан кейін саған мынандай айтып жатыр саған, молодец, старайся дейді, круто,
күшті жарайсың деп ше, сондай не береді, поддержка береді. Давай, давай, молодец, Аякош, бояй бер, осылай жарайсың. В общем, Аякошта осындай раскраска. Мына клейлер деген, мына наклейкілердің суреті деген күшті. Біз осы суреттерді ертең блокнотқа салатын боламыз, е? Мына наклейкін жабыстырамыз, и блокнотқа суретін саламыз. Мен сендерге көмектесем. Не дейсің сен, балам? Достар, бұл өте күрделі раскраска екен, бірақ маған ұнады. Я, күрделі Аякоштікі, Анүліктікі қиындау. Алихан деген тәтесіне тыныштық бермей жатыр. Бір наклейка бер дейді. Қандай наклейкіңді бересің? Нұма? Бер, сосын тынышталады шығар. Таңдаш өзің, таңда. Қандай наклейка аласың, таңда? Әне дейді. О не әне? Мына жерде көп қой. Қайсы? Қайсы? Нұма? Алып бере берсің. Қолына жабыстырып бермедің ба? Бірден қолына жабыстырып берсей. Әке, маңдайына жабыстырып берейін, әкел. Бізге мешать ете бересің. Міне. Болды, күшті болды. Бар, машинамен ойна енді. Күшті. Бар, ойна енді. Бізде ұйықтайтын негізі сағат бізде 11 болды. Мә, сен азына сабаққа барасың ғой, тәте. Неғып жүріп ұйықтамай. Міне, қараңыздар. Мына жерді қырқып, іліп қоюға болады. Мына жердің жанына іліп қоямыз ертең. Е? Жанына ілетін жерлер бар, жұмыстарын іліп қояды. Қалай Анүлік ұнады ма саған? Бірақ ше, қараш, сен нан қандықтау қылып, нан бәрін жабық қылып, мына жерде ақ тұр ғой. Андай тип-текс қып бояғанда, мына вообще кәдімгі картинка сияқты шығады екен, әдемі болып, е? Мынау цветтермен бояу керек, е? Мына жерде цветтер деген дайын тұр. Мына вообще қиын, ал айтыңыздаршы, мынаны қалай бояйды, мынаны? Мен білем. Бірден бастап басып шықсаң, бір сурет шығады. Бүйтіп басып шығасың. Мынау қиын ғой, 157, 158. Міне, Байна. 179-ға дейін бар. Не сурет шығады екен мына жерден сонда? Не сурет шығады мына жерден? Білмеймін. В общем, осылардың барлығын Анүлік салатын болады. Егер сіздерге қызық болса, қандай суреттер шығады, қалай сурет салды, қалай бояды, көрсетейік па, комментарияға жазып кетіңіздер, е? Ал мынаны қалай бояйды? Мен білем. Вообще қиын ғой мынау, е? Мына сурет па? Иә. Ойбай, майда. Қараңыздар міне. Мысалы мынау бір дейді да, ена бір деп тұрған бәрін қараға бояп шығасың, е? Иә. Екі дейді да, екі деген сандардың бәрін фиолетовыйға бояйсың, е? Значит, 5 деген көп екен, 5 деген қандай цвет? Розовый, мынаның көбісі розовый болады екен ғой. Мынаның тең жартысы розовый ғой, почти, е? И қандай сурет шығады екен бұл жерден? Мені білем. Анүлік бұл шықпайды, қарасай, жаңағыда розовый көп. Өте жұмбақ қой бұл жерден не шығатыны? Артында жоқ па? Жоқ, подсказка не қылмаған. Не сурет шығатыны не қылмаған, салмаған. Қызық, е, не сурет шығады екен. Мә, достар, осыларды көрсетсін ба, Анүлік жазып кетіңіздер, е? Егер толтырып жатсаң, көрсетеміз, е? Егер достарың сұраса. Неге? Неге? Бұл оңай ғой. Бұл оңай нөмірлер. Мынауда қиын. Не сурет шығады? 173 бар. Сызықтарын басама үстіне білмеймін. Вообще күшті сиыр. Еще бұл ше күшті, раскрасканың күшті жері. Мына жерін қырқады да, любой жерге іліп қояды. Рамка кигізіп қоюға да болады. Фломастерлермен бояп, я, әдемі қып, я? Подсказкасы бар. Қаны? Мә, күшті сурет шығады екен ғой. Необычный. Ада не шығады? Білмеймін. Подсказка бар ма? Бұл қалай? Бұл да сондай ма? Мысалы 9 дейді да, темный жасыл дейді. Значит, 9 деген қане көріп тұрсыздар ма? Міне, мына 9-ды бояйды. Мә, Анүлік, менің өзім қызық кетті. Мен де бір күн бояйыншы, сенімен бірге, е? Бұяқта не шығады? Мынау шығады. Мынау Анүлік уже бояп қойған. Бірақ мына фломастермен боясаң вообще күшті болады, Анүлік, тегіс болып, е? Сол кезде кәдімгіде іліп қоюға да болады еще мына суреттерді. Мен вообще ұнап қалды мынау раскраска маған. Маған да күшті ұнады, мама осын тағы алып берші біткесін.
Тағы алып берейін ба? Ұнады ма? Мынау еще ойланып отырып сурет саласың. Бұл екі ақ цветтен құралатын нәрсе екен. Вообще күшті мына раскраска. Сіздерге мына раскрасканы тауысқанды көрсетейін ба? Әлде сіздермен бірге мына қиындарымның біреуін бояп көрсетейін ба? Я, сіздермен бірге бір видеода бояп көрсетсін ба? Комментарийға жаз кетіңіздер, кімге қызық, кім суретші, кім сурет салған жақсы көрет, Анүлік пен Аякош сияқты. Басқа жоқ. В общем, мыналар да көп енді. Міне достар, именно осынысы маған қызық болып жатыр. Осыны видеоға түсірейік та, достарымызға көрсетеміз, е? Қалай бояғанымызды. Окей? Окей. Маған да мынандай раскраска алып берсіз, ұнап қалады. Саған ұнап қалды ма? Сен и так раскраскаларың көп қой, мен көп раскраска алып жүрмін. Алам, тағы алам. Анүлік Аякоштың үйін қырық тастап жатыр. 3 этажды үй, 2 этажды болып қалды. Қалам саламыз дейді Анүлік. Жарты қаламдарын салып қоямын дейді. Ертең кездесіп жатса магазиндерде арнайы қалам салатын ыдыстар алып беремін, е? Дұрыс болмай қалды. Қисық болып қалды. Нормально болды ма? Аякош күшті бірдеңе істеп жатсың ғой. Нормально болды ма? Жарты қаламдарыңды осылай салбасаң болады. Бәрін ұштап әдемелеп қою керек. Иә, ұштап қою керек екен күшті қылып. Сосын өстіп қоя салады. Мында қалам салатын күшті ыдыстар алу керек бізге. Деллаға сала салған Аякош. Анүлік наған сала салған. Үшін бәрін қолдан жасай саламыз өстіп біз, е? Иә. Болды, қыздар суретін салды. Ұйықтаймыз енді. Біздің кешіміз осылай. Осылай сурет салумен, бірдеңе қырқып, бірдеңе жабыстырумен өтеді осы қыздардың кеші. Бізге жаңа концерт қойып берді еще. Енді өздері жинайды. Мынау рахат болып, бәрін бүйтіп қоя салады. Ала салады. Босқа тастаймын. Иә, тастай қой. Все. Болды. Оп-оңай бәрі. Басқа түске ауыстырайын ба? Давай ауыстыршы. Мына свет қыздарға әлі қызық болып жүр. Сіздерге бірдеңе көрсетіп жүрейін. Қараңыздар. Ой, бірдеңе көрсетем дейді. Білмеймін не көрсетеді. Не көрсетейін деп жатсың? Пультті, мынаны светтің пультін уже істетпей қояйын деп тұр ғой. Алихан деген телефон қылып жүр ғой, оны қайта-қайта мышып. Айтпақшы, Анүлік сенің достарың сұрап жатыр, неге Анүлік бантигін шешпейді деп. Күшірде өзің айтып жіберші. Ұмытып кетіппін ғой тағы. Күнде ұмытып кете береді. Иә, күнде ұмытып кетеді ол. Мен айтам, Анүлік бантигін шеш деймін. Мені кәсіп тапасыздар. Алихан, Аякош қайда? Аякош жоқ. Сабақтан кейінде бантигін шешіп қойсын деп айтып жатыр саған Анүлік тәттелерің. Бұл енді сиқыр көрсетпейсің ба? Болды, онда ұйықтаймыз, осы жерде видеомызды аяқтайық. Не көрсетейін деп едің, айта салшы. Мынаны басып, андай ше, светті бүйтіп, андай көзін жұмылсайын деп едім, андай ше қараңғы болып. Светтің көзін жұмасын ба? Иә. Светтің көзі жұмылама не? Иә, қараңғы болып. Аяқ астынан түсіре салған видео болды. Раскрасканы сіздермен бояп көрсетейін ба? Комментарийға жазып кетіңіздер. Бізге тікеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.